Сәлем оқушылар, сендермен Аслан ағай, және де бұл информатика пәні. Бүгін сендермен қарастыратын сұрағымыз контекстте ең көп кездескен сұрақтардың бірі, яғни бізде ішкі программаларға арналған және де солардың теориясына арналған көп сұрақтар келіп жатыр. Бұлар негізі өте оңай сұрақтар, сондықтан бұны білсең, железо бетона бір балл отасың деген сөз. Енді қарайық, бізде айтады, кодта функция аргументі қайсысы дейді. Түсініп алу керек. Мына жерде бізде ішкі программа берілген, бұл функция немесе процедура. Қалай айырамыз? Мына жердегі return деген сөзге қарап. Return деген сөз тұратын болса, ол бізде функция екенін білдіреді. Ал егер print немесе басқа нәрсе тұрса, ол бізде процедура, return жоқ болса, ол процедура деп аталады. Енді мына жердегі def деген нені білдіреді? Бірінші тұрған def деген сөз. Def деген сөз ол кілттік сөз. Осы кілттік сөз арқылы бізде функция немесе процедура құрастырылады. Ал мына жердегі факториал деген нәрсе, факториал деген сөз. Ол сол функцияның немесе процедураның атауы, яғни аты оның. Егер сенде сұрақта атауы қайсы десе, сен онда факториалды белгілеуші едің. Бірақ бізде оның сұрап жатқан жоқ. Мына жердегі ішіндегі n деген нәрсе ол параметрі деп аталады. Яғни оны параметр деп атаймыз. Егер сенде параметрін тап десе, онда n-ді белгілеуші еді. Бірақ бізде не деп тұр? Аргументті сұрап жатыр. Аргумент деген, мынау факториал деген атауының ішіне берілетін, мынау a деп тұрған айнымалы, осы бізде аргументі. Яғни мынау аргумент барады да параметрге келіп түседі. Осы параметрге келіп түсетін затты біз не деп атаймыз? Оның аргументі деп атаймыз. Аргументін тап десе, с жауап беріліп, а осы кезде бізде дұрыс болып табылады.